Баршаға сәлем достар, бүгін сіздерменен CapCut бағдарламасы бойынша сабақтың кезектісін жалғастырамыз. Біз бұл жерде бүгінгі тақырыпта видеоның жылдамдығы, яғни скорость жайлы сабақ өтетін боламыз. Мысалы мен мына жерде импорт файл қылып қойдым. Мысалы мына жақта бір видео салдым, мінекей құстар ұшып жүр. Енді осыны жылдамдығын қалай арттырамын, керек жылдамдықты көбейтіп, қай жерде керек жылдамдықты арттыру жайлы сабақты бастайтын боламыз. Ал мінекей кеттік. Видеоның үстінен басамыз. Мінекей видео басылды. Енді скорость бөліміне кіреміз. Сосын мына жерде көрсеңіздер, скорость деген тұр. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 дәрежеге дейін скоростты көбейту бар. Мысалы 100x деген бар екен. 100x дегеніңіз 20 секундтық видеоны 0,2 секундқа дейін жақындатып береді. Мысалы бұл 1 секундтың керек болса 8-ден 2 бөлігі деген, 10-нан 2 бөлігі деген нәрсе. Мысалы бір десе бұл видео бітіп қалады. Енді әркім өзінің монтажына байланысты қолданса болады. Біз бұны стандартқа қоямыз, немесе ортадағы режимге қоямыз скорость. Мысалы видеоны тездетеді бұл жерде. Ал мен мына жақта негізінде видео записқа басып отырғаннан кейін мына жерде менен видеокарта онша көтере алмай тұр. Негізі дәл осындай жылдамдықты қимылдайды. Осы скоростты біз переменить еткеннен кейін. Ал егер дәл осы скоростты былай көбейтіп немесе азайтып қойған кезде біз өз орнына келтіруді қаласақ, бүйтіп өз орнына қоя алмайтын жағдайда мына жерде сброс кнопкасы бар. Осыны басу арқылы біз видеоны өз қалпына келтіреміз. Сіздерге жалпы осы түсінікті болды деп ойлаймын. Ал видеоның ұзақтығын, видеоның бұл жердегі жылдамдығын ұзартатын болсақ, скоростты түсіреміз. Сол кезде бұл өте жай, баяу қимылдайды. Мінекей дәл осы. Ал біз бұны сброс жасаймыз. Ал кейінгі бөлімше кривая деген бөлім, яғни бұл жерде CapCut бағдарламасы өзі сіздерге рекомендация берген мына шаблондарды пайдалана отырып монтаж істесеңіздер де болады. Бұл енді шаблон әркімге әртүрлі болуы мүмкін. Мен мына шаблонды қоямын, монтаж деп қойыпты. Яғни бұл жерде мына графикті көрсеңіздер, видео алғашқыда тез қимылдайды, сосын бірден жаяулап кетеді. Сосын қайтадан тез қимылдап, өз қалпына түсіп, бір қалыпты скоростьпен жүріп кетеді деген сөз. Біз бұны өзіміз мына жерде пользовательский деген бөлім бар, немесе дәл осы жерде өзіміз керек жерді былай осы кнопкаларды басу арқылы көбейту немесе азайту, осындай монтаж істеуге болады. Мысалға, мен мына ползунокты көтеретін болсам, видеоның жылдамдығы 10 есеге жақын артады деген сөз. Мінекей мына жерде 20 секундтық видео 11 секундқа азайды. Ал дәл осы жерде қарап тұрыңыздар, қазір мен графикті өзгерткенде бұл жердегі видеоның скоросты, яғни жылдамдығы да өзгереді. Мінекей 18 секундқа азайды. Дәл осы жылдамдық графигін кривой қылсаңыз да болады, прямой қылсаңыз да болады. Мынау деген плавный скорость. Яғни плавный скорость жай келеді және бірден қатты жүріп кетеді. Бұны негізі бүйтіп істеу дұрыс емес. Неге десеңіздер, бұл жерде плавный скорость қойсаңыздар, видеоларыңызға керемет атмосфера береді. Мінекей дәл осылай әркім өз қалағандай осы ползуноктарды жылжытып, осы кнопкаларды жылжытып, жоғары немесе төмен қойып, өзіңіздің видеоңызға байланысты видеоның скоростын түсіріп немесе азайтып, дәл осындай монтаж істеуіңізге болады. Бұл жерде өздеріңіз қалаған монтаждың шаблондарын пайдалансаңыздар болады, немесе өздеріңізге қатысты пользовательский деген бар. Дәл осы жерде осы шаблонды осындай пайдалануға болады. Өздеріңіз осы CapCut бағдарламасын скачать еткен болсаңыздар, дәл нәтижені көрсеңіздер болады. Менде нәтиже онша қатты көрсете алмай жатыр. Неге десеңіздер, мендегі видеокарта және компьютердің күші онша жетпей жатыр. Себебі менде видеозапис басылып жатыр. Ал бұны қазір сіздерге видеозапис баспаған жағдайдағы нәтижесін көрсететін боламын. Мінекей дәл осындай график қойдым мен осылай. Кейінгі
кезде біз осы графикті егер өшіріп тастауды қаласақ, сброс кнопкасын басамыз және өз қалпына келтіреміз. Мен осы жерден осы кнопкаларды басу арқылы монтаж істедім мысалға. Мінекей. Ал сосын мына соңына таман тағы бір осындай ползунок керек болып қалды. Ол кезде мен плюс батырмасын басып, дәл осы жерден өзім қалағандай видеоның жылдамдығын арттыру немесе түсіру. Мысалы, міне кез келген жерге плюсті қоясыз, кез келген жерден сброс етіп алып тастауыңызға болады. Мен мысалы мына жердегі кнопканы алып тастайтын болсам, бұл жерде минус батырмасын басып жіберем. Сонымен бұл жерде удалить деген, яғни мынау батырмамен шатастырып алмаңыздар. Себебі удалитті бассаңыздар, қазір нәтижені көрсетемін сіздерге. Видео барлығы өшіп кетеді. Ал оны орнына қайтару үшін өздеріңіз білетіндей Ctrl-Z батырмасын басамыз және видеоға кіріп, скорость бөлімінен дәл осылай восстановление істеп алуға болады. Ал енді кейінгі кезек, бұл жерде жалпы өздеріңізге түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде плавное slow-mo деп қойған бізде функция бар екен. Бұл жерде мына плавно slow-mo деген жалпы сіздер FPS не екенін жақсы түсінетін болсаңыздар, дәл осы нәрсені де сіздерге түсіну оңай болады. Яғни FPS деген видеоның жылдамдығындағы кадр секунд, яғни FPS. Яғни мысалы мына видео 60 кадр секунд болуы мүмкін. Ол дегені 1 секундта 60 кадрды түсіре алады деген сөз. Ал егер 30 FPS болса, 1 секундта 30 кадрды түсіреді деген сөз. Ал 30 кадрды түсіретін деген сөз, бұл видеода кішігірім шум сияқты нәрсе пайда болады. Мысалы мен міне көрсетейін. Мінекей дәл осындай жай қимылдауы бұл керек болса 10 FPS болуы да мүмкін. Неге десеңіздер, бұл кадр өте жай қимылдап жатыр. Ал 60 FPS қоятын болса, ол жұмсақ сол сияқты кадр көрсетуі мүмкін. Бұл жерде плавный slow-mo деген дәл сол нәрсені көрсетеді. Бізге видеоның жылдамдығы жай болатын болса, өте жай, баяу әрі анық түрде көрсетеді. Яғни біздің видеомыздың жылдамдығы өте анық көрінеді. Ең жай скоростта да, ең қатты скоростта да. Ал плавный slow-mo деген кнопканы баспайтын болсаңыздар, ол нәрсе көрінбеуі мүмкін. Ол деген сөз, яғни сіздің видеоңыздың кадры бұлжыраңқай болып, онша видеоның сәнін келтірмеуі мүмкін. Сол сияқты шум сияқты нәрсемен көрсетеді. Яғни бұл жерде оптический деген бар, поток дольше, но качество выше дейді. Бұл жерде ең высокий качество, яғни ең жоғарғы сападағы slow-mo. Видеоны монтаж қылуды осылайша үйрене бересіздер. Менің сабақтарымды көруді жалғастыра беріңіздер. Мен алдағы уақытта көптеген сабақтарды саламын. Бұйыртса, алдағы уақытта бір 50 немесе 60 шақты сабақты салатын боламын. Дәл осы жерде сіздерге кішкене бонус көрсетіп кетейін. Осы уақытқа шейін видеоны монтаждап келген болсаңыздар, сіздер видеоны қалай сақтауды білмейтін болсаңыздар, міне дәл осы жерде экспорт бөлімі бар. Экспорт бөлімін басасыздар. Мінекей жаңа жоғарыда түсіндіріп өткендей, міне частота деген бар, 60 FPS бар. Мінекей дәл осыны мен 60 FPS пен істеп жатырмын. Егер қаласаңыздар 24 FPS немесе 29, 30, 50 өздеріңіз қалағандай қоюларыңызға болады. Бірақ 60 FPS деген ең жоғарғы сападағы видео, ал 24 деген ең төменгі сападағы видео. Баяғыда өздеріңіз Nokia телефонын пайдаланған болсаңыздар, соның видео түсіруімен қазіргі iPhone 15-16-ның видео түсіруіндегі нәтижені көрсеңіздер болады. Дәл сол сияқты 60 FPS, бұл FPS қанша үлкен болған сайын видеоға сонша жоғары сапа береді. Бұл жерде экспорт бөлімінде мына жерде осы папканың суретін көрсетіп қойған. Бұл жерге бұл кнопканы басамыз және өзіміздің видео тасталатын жерде таңдап алсақ болады. Мен мысалы рабочий столды бассам, бұл видео сақталып болғаннан кейін рабочий стол бөлімінен шығып келеді. Бірақ мен бұны көбінесе видео бөлімінде сақтап қоя беремін. Выбор папки міне. Ал мына жерде разделение деген бар. Бұл жерде 4К форматына дейін видеоңызды өңдеп сақтап береді деген. Ал менде негізінде видео 1080p кадр. Битрейт деген бар. Битрейт деген қанша выше болатын болса, бұл да видеоның качествосына
өте қатты әсер етеді. Мен битрейтті негізінде рекомендованный битрейттен сақтай беремін. Мына жерде кодек деген бар, бұл жерде міне AV1 деген бар. Бұл жерде AV1-ді басатын болсам, бұл өте төмен качество, мынау орта качество, бірақ мынау H264 деген ең орта качество, ең жоғары качество десе де бола береді. Мына жерде формат деген бар. Дәл осыдан шатасып қалмаңыздар. MP4 формат, MOV деген бар. MOV деген көбінесе iPhone-ға түсетін формат, ал MP4 барлық Android құрылғыларға арналған формат. Бұл жерде міне звук деген бар. Звукты қосатын болсаңыздар, звуктың да түрлері өте көп. Бұл жерде негізі MP3 деген форматпен істесеңіздер болады. Мына жерде экспорт GIF деген бар екен. Бізге бұл керек емес. Неге десеңіздер, GIF деген дауысы шықпайды және качество өте төмен, бірақ памяты өте аз видео файл болады. Ал мына жерде проверить авторское право деген бар екен. Сіздер осы нәрсені басу арқылы видеоңыздағы музыканың авторский правосы ертең YouTube-қа жүктегенде жалоба келе ма, келмей ма, сол нәрсені дәл осы жерден тексеріп алсаңыздар, осы ползунокты қосу арқылы сіздерде өзі авторский право анықтап береді. Менде қазір шықпай жатқан себебі, бұл жерде видеоға ешқандай музыка қойылмаған. Сол үшін бұл бағдарлама ол нәрсені таба алмай жатыр. Сосын экспорт бөлімін басасыздар, болды, видеоңыз автоматты түрде сақталады. Мінекей өте тез сақталды. 20 секундтық видео 1 секундта экспорт істелінді. Мына жерде дальшінде YouTube платформасына тікелей жіберуге болады, TikTok платформасына да тікелей жіберуге болады. Ол үшін поделиться кнопкасын басасыз, сол кезде TikTok бөліміне немесе поделиться кнопкасын тағы бір рет бассаңыз, мына YouTube бөліміне де шығуға болады. Дәл осы жерде өздеріңіз қалағандай толтырсаңыздар болады. Ал мына жерде создание деген, бұл TikTokқа арнап видеоны істеп жатыр. Видеоның қай жерге сақталғанын білмей қалған жағдайда, дәл осы окошкадан шықпай тұрып, открыть папку батырмасын басасыздар, және де видеоның сақталған сіздерге корень дейді, яғни түбірін тауып береді. Мен қазір басып көрсетейін. Менің видеом сақталған жерді анық түбірін тауып береді. Мысалы, этот компьютер Windows 10 дейді, системный және де пользовательский, хамок и видео деген папканың ішінде сақталып тұр. Яғни мінекей, жалпы сіздерге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Міндетті түрде тіркеліңіздер, видеоны көруді жалғастырыңыздар. Әр 2 күнде жаңа видео шығып отырады, ал әр 2 күнде шықпай 3-4 күнге кешігіп кетсе, оған бір себептер болып, менің видеом 2 күнде бір кезекпе-кезек шықпай қалуына себеп болатын жағдайлар болып қалғанда, видеом көп болса 3-4 күнге дейін кешігуі мүмкін. Видео пайдалы болса, достарыңызға таратыңыздар, және де видео монтажды үйренем деуші достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Сау сәлемет болыңыздар.